Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге уыз қатырып көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Уызға тұз, қант қосып араластырамыз. Енді осыны су моншасында шамамен 1,5 сағаттай қайнатамыз. Егерде суы таусылса, ортасында су құйып тұрсаңыздар болады. Міне осылай қата бастаған кезде біз алып салқын жерге шамамен 1-2 сағатқа суығанша қалдырамыз. Міне біздің үй жағдайында жасалған ірімшіктеріміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады.